Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мына көлшек кішігірім біздің Таугент елді мекенінде орналасқан. Осыны жағасын неден тазалаймыз? Шишадан. Андай шишалар бар, сынған. Екеу, үшеу, төртеу. Енді біз бала кезден осы жерде осында өстік. Жазда жүзгенде талай аяғымызды кескенбіз осы шишаларға. Бүгін кеп жүріп ойланып, осының жағасын тазалау керек негізі деп ойладым да. Ертең жазда кішкентай балдар түссе, жақсы да қорықпай түсе береді. Мысалы мына жерде мына шиша жатыр, мынау кіреді аяққа обязательно. Мынау кіреді міндетті түрде. Су ертең көктемде мына жерге дейін келеді. Тура осы жерге келеді. Қазір тартылған су. Мынау жағасы. Байқасаңыздар, ізі тұр, су осы жерге дейін келеді да. Мына бәрі тартылған. Жағасында шиша тола енді. Айтамайыз. Мысалы, мына жерден бастап түсем десе, жаңан аяғын тіледі балдар. Сонымен, бір жағы контент, бір жағы пайдалы іс. Соны істейші деп ойладым бүгін. Не түсірсем болады деп ойланып отырдым да. Кеттік онда. Вот мына екі қыз көмектесеміз дейді өздері. Мен айтпадым. Молодец. Мына жерді жазда кішкентай балдар түскен кезде шишаға аяғын тілмесін деп жинап отқан. Сөйтіп көмектесіп жатыр. Сен атың кім? Диана. Диана, красавица. Сен атың? Айша. Айша, Диана, молодец. Дальше мен байқағаным, ар жақтан келдім. О жақта, короче, мынау населенный пункт мына жақта бүйтіп келеді да, мына жерге отырады обычный адамдар. И осы жерде ше деген арақ пиваны ше байқаған. И сындырып тастайды екен. Мен о жаққа барсам, уже о жақта почти жоқ та. Почти жоқ о жақта. Осы жерлерде. Короче. Мына жерлерде. Жазда осы жерде су көтеріледі. Иә, су көтеріледі ғой. Мына жаққа дейін. Сосын аяқтағы шишаларды о жаққа қарай әкетіп. Вот соны байқағаным сол. Дальше кеттік. Не, екі қыз ар жақта жинап жүр. Молодец. Жақсы қыздар екен. Бағана айтқаным осы, мына жақтан келеді. Мына жерде ішеді. Сындырып тастайды да, ішіп болғасын. Ішіп болғасын сындырып тастайды. Мына. Тазалай береміз кеш батқанша. Шамалы. Негізі кеш болып қалды уақыт. YouTube, Instagram? YouTube'да да, Instagram'да да. Вот мына Диана мен Айша екеуі тазалап жатыр.
колго алып берейин да. Печатка. Колдарында ойлаңдар, телеп алмаңдар. Шаршасаңдар или жалыксаңдар кайтып кете бериңдер, смело. Печатканы. негізі Қазір жерге жинап жатыр ғой. өзі жинап кетеді. Екеуміз бұрын корабль терісі осы жерде сидеп, анау жерден апам тазалайтын еді. Нені ма, шишаларды ма? Именно біз кім ойнағанда, басқа адамдар келгенде шиша кіріп кетпесін деп. Молодец, жақсы. Апам негізі орыста. Иә. Өзім қазақша онша түсіне бермеймін. Жоқ, жақсы білесің қазір, жақсы сөйлеп тұрсың ғой. Әкең де орыс па? Жоқ. Әкең қазақ па? Просто атам өзбек, мамасы орыста. Орыс па? Жақсы, қазақша өте жақсы біледі екен. Мына жер основной несі осы жерде екен. Байқағанымша, мына жерде, мына бұрышта, осы углда. Дальше көреміз. Мына жақ негізі тазарып қалды. Вот мына жақтар тазарып қалды. Ең кір жағы дейсің ба? Ең кір жағы осы жақтар ғой. Ойлап тұрмын да, мен қазір шишаны жинап кейін андай макет жылдам жиналады, оны кейін жинайын деп тұрмын да, ана шишалар қандай екен көргім келіп тұр. Күн бата бастады. Айша мен Диана ар жақта жүр. Мен бері қарай тазалап жатырмын қазір. Егер бүгін үлгере алмасам, ертең ба жалғастырам. Полный тазалау керек до конца ше, бастағасын. Сотка смартфонның заряды аз қалды, 10% қалды. Күн салқын болғасын. Тез жіберіп отырайын энергияны. Мен ойлап тұрмын, мына пакет нелерді бөлек жинай салам деп ше. Мусорларды. Қазір мен именно шишаларды жинағым деп тұр да. Қыздарға рахмет, үлкен қайтамыз дейді, кеш болып қалды. Көп рахмет, осындай қыздар көп болсын. Ата-аналарына рахмет. Осылай тәрбиелегеніне. Все, рахмет, сау болыңдар. Жақсы. Негізі основной несін ар жақтан тазаладық, мына жақта аз екен. Мен қазір тазалап бер жатырмын. Все, пока. Жақсы. Үйрек па? Үйрек ау деймін. Жүзіп жүр. Уже қараңғы түсіп қалды. Так, бүгінге аяқталды. Так, екінші бөліміне кетіп бар жатырмыз. Өткенде аяқтай алмайғам, қараңғы түсіп. Сонымен өкінішке орай бірден бара алмадым, жұмысқа кетіп қалдым. И енді кетіп бар жатырмын бітіруге. Вот штатив, мусорный пакет, қолбақ. Келіп штативті құрып қойдым, енді тазалауды бастаймыз. Кеттік.
примерно жартысын тазаладым. Жағадан жартысына дейін осыншама қоқыс шықты. Осылай салып кете бересің жай. Так, уже на бергі бұрышқа келдім. Осы жерді тазаласам мусор негізі аяқталады. Арғы жақтан бері келдім. Жел мына жақтан ұрады екен, и бәрін осы жерге жинайды екен. Так, мына жер бітпей жатыр. Короче, жинап жатырмын, аяқталмайды. Қара пакеттерге салып отырмын. Анау жерге дейін. Пакетім жетпей қалатын сияқты меніңше. 2 пачка. Ар жақта үйіліп тұр вообще көп. Дальше істей беру керек енді, аяқтау керек. Магазиннен тағы 3 пачка пакет алдым. Пакетім таусылды. Так, маған көмек келді. Біздің Тауkenттің жігіттері. Ерлан деген жігіт. Ой, мәкең жүр мына жақта. Таукентке шамалы немізді үлесімізді қосайық деп жатыр. Қазір жиналған пакеттер, уже мусорлар. Кеш батып бара жатыр. Мотоциклмен келе жатыр екен. Сөйтіп көріп, көмектесіп жіберейік, бізде ұят болады. Рахмет жігіттерге. Жақсы, өте жақсы. Мені бастап отыр. Ассаламу алейкум ауыл тұрғындары. Біздің Таукент жастарының жігіттері болғанда Мағжанның именно осы өзіміздің ауылымыздың өркендеуіне үлес қосып, осы бала кезімізде өсіп шомылып өскен өзіміздің озерамыз тазалап жатқанын өтіп баратып көріп, бұлай жай рахат өте алмай осы жерге келіп, осы жігіттің көмектесіп отқан іс-шарасын, істеп отқан іс-шарасына өзіміз көмегімізді беріп,
осы жерде бірге тазаласайық, осы жерге үлесімізді қосайық деп бұрылған жайымыз бар. Өте қуаныштымын Мағжанның істеп жатқан тірлігіне. Және де міне Мағжан қасымда. Және де осы жігіттің осы іс шарасын бәріміз осы ауыл тұрғыны болып, мына көршілес ауылдар бар, барлықтарыңа анау жыл аралықтар жарыс ұйымдастырып сөйтіп жатамыз. Соның бәрін осындай бір мезгіл жылына бір рет көңілімізді бөліп, осы Таукентіміздің көркендеуіне, әрбір ауылға тиесілі әңгіме болып тұр. Енді осының көркендеуіне бәріміз бір-бір үлесімізді қосып жіберсек, осы жерде осындай шашылып бұқ болып жатқан жерлерді көрмеске болар еді. Жаңағы неғ жұмыс істемейді, аяқ жұмыс істемейді деп айтып жатамыз. Оның бәрін өзіміз бірінші жұмыс істетуге әрекет жасатсақ, қалған жердің бәрі біздің істеп жатқан іс-шарамызға қарап жұмыс істейді деп мен түсінемін. Және де хадисте берілген, мысалы адам баласына зиян келтіретін, қоқысты, мысалы затты не болсын сондай тастауға болмайды деп келтірілген ғой Құранда да. Сол нәрсені Аллах Тағала өзі бұйырған нәрсені ешқайсымыз тастамайық, бәріміз кінәні өзімізден бірінші іздеп біле білейік, осындай қоқыстарды тазалап тастамауға тырысайық. Мағжанға өте мың алғыс, рахметімді айтамын. Рахмет Ереке. Бұл жігіттерге де үлкен рахмет, өзіміздің ағаларымыз ғой. Өтіп бара жатып құр өтпей көмектесіп кетейік, осы ауылдың несіміз ғой, тумасымыз ғой. Көріп мен өзім лично қуандым. Және де осы үлесімді қосуға дайынмын. Жаңағы жігіттерге мен челлендж ретінде бұны жолдаймын. Жыл аралық бәріміз осыны ұйымдастырып, осы ауыл жастары болып, қолға алып, осы Таукентіміздің мұсырдан бәрінен тазалап, көркендеуіне үлесімізді қосып, ауызбіршілігімізді ажырамай, бірін-бірімізді қолдап, қоштап, сөйтіп жүрейік жігіттер. Рахмет сендерге. Рахмет Ереке. Рахмет Ереке. Түн болды, ағайын, айтпасам болмады. Қараңғылық бар, одан кейін шаршадым, короче, мен. Сол қайту керек болып тұр. Ертең азанда, короче, ұйқымнан тұрғасын кеп жалғастырамын. Давайте. Сәлем достар, бүгін 3-ші күн. Мынау өзіміздің Таукент елді мекеніндегі көлшікті айналасын қоқыстан тазартып жатқаныма. Бүгін бітем деп ойлаймын. Уже созылып кетті. Былай байқасаңыздар, қазір жағасы неден қоқыстан тазарып қалған. Так что кеттік, бастаймыз. Достар, мен мына жер тазалап жүргенде көкеміз келді. Рахмет, жарайсыңдар, мынау жатыр. Сол жастарға бір-екі ауыз айтарым бар еді дейді да. Келіңіз көке, шамалдағаныңыз. Мына жерге тұра беріңіз. Біз мынау Таукент елді мекенінің тұрғынымын. Мынау жағы былай қыдырып тазалап ұстайын деп шықтым. Көлшігіміз бар мынау Таукентте. Сол араға келеміз. Мына Таукент тұрғындары келеді, балдарын ойнатады, көрсетеді. Осы араға пакетімен келіп, сусына келеді, басқа нәрсе келеді. Тазалықты сақтамайды, ішіндегісін ішіп жеп болғасын лақтырып кетеді. Мынау Мағжан балам осы өз еркіменен осы көлшіктің айнала шетін жинап жатыр екен. Рахмет. Осындай біздің қазақтың жігіттері көп болса тазалықты сақтайтын. Мыңда бір рахмет айтар едім. Тазалық деген жақсы ғой. Тазалық бар жерге ештеңе жоламайды. Ауру, сырқауда жоламайды.
мынау лас болып жатқан жерге қай нәрсе болсын үйірі болады. Сондықтан мына Таукент тұрғындарына мен айтарым, жастарға айтарым, тазалықты сақтайық. Алып келген заттарымызды пакетмен әкелеміз. Сол пакетімізбен таусылғасын жинап алып кетсек, салатын ыдыстарға салып қойсақ, осы мына көлшіктің екі шетінде мусор салатын бар. Соғанда салуға ерінеді ғой. Айналайындар, ерінбеңдер, тазалық сақтаңдар. Сендер үшін бір адам мусор жиып жүрмейді ғой. Бұл арада бір мусор жиятын адам жоқ. Сондықтан мынау Мағжан балама рахмет айтам, бұл жаңағы өз еркімен тазалап жатыр. Қараш, қазір көп таза болып қалды. Мүмкіндік болып жатса, осыны келешекте осы көлшікті қоршармыз. Бұрын қоршаулы болған. Айналайындар, өтініш, енді таза сақтайық. Рахмет көке, көп рахмет. Короче, бір қызық жағдай, мына газель келе жатыр маған. Арғы бетте пакеттерімді мен соны несіне салып, сол мусорларды тазалауға көмектесейін деп жатыр ғой негізі. Мынау келе жатыр маған. Достар, менің мына көлшікті қоқыстан тазарту іс-шарам аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет, тамашалап жатсаңыздар. Мен айтқым келетіні, біздің жастарымыз, жалпы көптеген өзіміздің халқымызға айтарым, қоқысты ластамай, өзіміздің табиғат қой, соған зиянымызды тигізбей, келсек өз қоқысымызды қайттан пакетке салып, қоқыс жәшігіне тастауға шақырамын. Одан кейін бұл видео ұнаса сіздерге комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.